Жаңа заң, қарызы бар қазақстандықтар енді кредит ала алмайтын болды. Мұндай қадам қазақстандықтардың несиелік жүктемесін азайту үшін жасалып отыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру нарығын және бағалы қағаздар нарығын реттеу және дамыту, банк қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Қабылданған заңға сәйкес басында кредиті бар қазақстандықтар қайта қарыз ала алмайды. Сондай-ақ несие бюросына берілген қарыз туралы ақпаратты жеткізу уақыты 15 жұмыс күннен 1 жұмыс күніне дейін қысқарды. Микронесие бойынша сыйақының шекті мөлшері мен айыппұл көлемі шектеледі. Мұндай қадам қазақстандықтардың несиелік жүктемесін азайту үшін жасалып отыр. Микронесиелік ұйымдарға қарыз азаматтардың жүктемесін қысқарту үшін микрокредит бойынша артық төлемді 2 есеге микронесие сомасынан 100-ден 50%-ға қысқарту ұсынылды, дейді Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова.